Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз ас қорыту жүйесі физиологиясы жайлы болмақ. Яғни астың ауыз қуысынан бастап асқазанға түсуі, ұлтабардағы болатын процестер, ішектердегі болатын процестер, тоқ ішекте болатын процестер және выделение, яғни шығарып тастау процестері жайлы болмақ. Ең бірінші ас қорыту. Ас қорыту ең бірінші ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысы. Бұл жерде бізде ең бірінші не болады? Механикалық обработка болады. Механикалық обработка дейді, яғни бірінші процесс. Бұл дегеніміз тамақты шайнау. Күрделі молекуланы кішігірім молекулаларға бөлу, былайша айтқанда. Ол біздің тісіміз арқылы іске асады. Оның ас қорыту жүйесінде өте маңызы зор. Біріншіден, организмге артық ауыртпалық түспейді. Организм дегеніміз ол асқазанға, ішектерге, өт жолына ауырлық түспейді. Себебі асқазан ішек жолына ірі бөлшекті тағамды қорытқаннан гөрі дұрыс шайналған ұсақ молекулалы тағамдарды қорытқан және сіңірген әлдеқайда жеңіл болып табылады. Сондықтан ата-аналарымыз айтатын, ұзақ шайна, тағамды ұзақ шайнау керек. 30 рет шайна, 40 рет шайна дегені бұл бекер айтылмаған екен. Механикалық обработка. Одан кейін бұда ауыз қуысында бірнеше ферменттер бар. Ол яғни лизоцим, ферменттер, лизоцим. Бұл бактерицидный әсері бар. Өйткені ауыз қуысында микробтар өте көп, және сырттан экзогенді жолмен тағамнан келетін микробтар бар. Ол қанша қайнатылған, қанша термический обработкадан өткен тамақ болса да, жуылған тамақ болса да, микробтар өте бейімделгіш қой, олар бәрібір де болады. Сондықтан ауыз қуысында осы лизоцим ферменті арқылы ол микробтардың біраз бөлігі жойылады. Одан кейін альфа-амилаза. Бұл тәтті тағамдарды, полисахаридтерді азда болса, яғни ұсақ молекулаларға бөлінуін қамтамасыз етеді. Яғни толығымен бұл жерде сахарлар еріп кетпейді, но бастапқы осы көмірсудың қорытылуы, именно көмірсудың тәтті тағамдардың ауыз қуысынан басталады екен. Тағы да көптеген ферменттер бар, ең негізгісі осылар. Үшінші, ауыз қуысында бізде слиз бөлінеді. Слиз бөлінеді, шырыш, иә. Ол жақ асты, тіл асты дейді, бездер бар. Ол осы слиз арқылы тағамның өнеш арқылы жеңіл өтуін қамтамасыз етеді. Ол негізінен слиз, ауыз қуыс, яғни слиздің бөлінуі күрделі рефлекторлы процесс, яғни шартты және шартсыз рефлекторлар арқылы іске асады. Яғни мысалға шартсыз рефлектор. Так. Шартсыз рефлектор жолмен іске асады. Ол қалай? Бірінші, біз фоторецепторлар арқылы тамақты көрдік. Көзбен көрдік.
ары қарай ол информация афферентті жолға түседі. Ары қарай көру анализаторының қатысты бөлігіне барады. Мида көру анализаторының қатысты бөлімі. Одан ары қарай шартсыз рефлекс орналасқан орталыққа барады. Яғни шартсыз рефлекс қабылдайтын орталық. Одан ары қарай сопақша мидағы сілекей бөлетін орталыққа информация барады. Одан ары қарай эфферентті жол. Одан ары қарай тоже осы жағасы тіл асты безде орналасқан слюнный железаға барып сілекей бөлінеді. Яғни күрделі рефлекторный деген осы обычный слизь бөлу үшін қаншама процесстер біздің организмімізде болып жатады екен. Механическая обработка ол да жайдан жай болмайды. Ол мысалы ауыз қуысындағы механорецепторлар арқылы, ауыз қуысында механорецептор тітіркенеді. Ол үшкіл нерв арқылы сопақша мидағы шайнау орталығына жетеді. Шайнау орталығы. Ары қарай эфферент жол арқылы жақ бұлшықеттеріне әсер етіп, нәтижесінде шайнау жевание іске асады. Яғни ауыз қуысындағы қорыту жайлы айтып болдық. Екінші процесс сілекейге малынған тамақтың өңешке түсуі. Бұл да жайдан жай түсе салмайды екен. Ол да үлкен бірнеше этаптан тұратын, процесстерден тұратын физиология жатады. Ең біріншісі астың өңешке өтуінің ең бірінші процесі ол осы тіл астындағы тіл түбіріндегі механорецепторлардың тітіркенуімен басталады. Тіл түбіріндегі механорецептор тітіркенеді. Ары қарай жұмсақ таңдайды көтеретін бұлшықет жиырылады. Жұмсақ таңдайдағы бұлшықет жиырылады. Бұл нәтижесінде тамақтың мұрын қуысына түсіп кетпеуін қамтамасыз етеді. Екіншісі көмейді көтеретін бұлшықет тітіркеніп, көмейді көтеретін тітіркенеді. Ол өз алдына осы тағамның тыныс алу жолдарына түсіп кетпеуін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде осы тілдің бұлшықеті менен жұтқыншақтың бұлшықетінің жұмысы нәтижесінде тағам өте жылдам скоростьпен ауыз қуысынан өңешке порциялармен түседі. Яғни бірден бүкіл тағам түсіп кетпейді екен. Бірінші ол өңештің жоғарғы бөлігіне түседі.
жоғары бөліне түседі. Ары қарай өнеште негізінен егер сұйық тағамдар ол әрине қою тағамға қарағанда тез өтеді 1 секунд ішінде, ал қою тағам 10 секунд аралығында өтуі мүмкін, асықпай асқазанға барып түседі. Бұл кезде өнештен кейін бізде асқазан мен өнештің ортасында кардиальный сфинктер бар ғой. Ол сол өнештің төменгі бөлігінде орналасқан рецепторлар тітіркеніп, кардиальный сфинктер ашылады да, тағам асқазанға бұл кезде де порциялармен бөлшекпен ғана түседі. Келесінде өнештен асқазанға қарай порциямен өтеді. Бұл бізде асқазан фундальды бөлігі, кардиальный клапан, пилорический отдел, антральды бөлігі ана жақ. Ұлта бар, ана жерде клапан, 2 клапан бар. Асқазан өзі асқарту жүйесін деген үлкен бір бөлігі. Көлемі 3 литрге дейін созылады екен. Бұл негізі қызметіне тоқтала кетсек. Бірінші қызметі асқазанның ол депо. Яғни, ол қалай түсіндіреміз? Жаңағы тағам асқазанға келеді де, белгілі бір уақыт мөлшерінде сақталып тұрады. Өйткені ол 12-шілікке бірақ өткізілсе, бұл жерге біріншіден ауыр тиеді, екіншіден оны қорытып үлгермейді. Сондықтан асқазанда мысалы белок өнімдері 1-2 сағат, 1-2 сағат, май өнімдері 4-5 сағат, көмірсу 1 сағатқа дейін сақталады да, ары қарай 12-шілікке қарай өтеді екен. Яғни қазан атында тұр, қазан ретінде, яғни тағам жинақталатын орын. Екінші бір қызметі қорғаныс қызметі. Защитная функция, антибактериальная функция. Негізгі асты біз қаншама термиялық өңдеуден, мысалы қайнатып пішкен өзінде, термиялық өңдеуден өткен тағамды жегеннің өзінде, онда бактериялар, әртүрлі микроорганизмдер сақталып қалады да. Біз оны сол қалпында қабылдаймыз. Осы біздің қорғаныс защитная функциясы негізінен ауыз қуысынан басталады. Жаңағы басында айтқан лизостин ферменті, одан кейін барып асқазанға түскеннен кейін осы соляная кислота, ашқылор негізгі қызмет атқарады. Яғни кислотаға төзімсіз бактериялар осы жерде біраз мөлшері қырылып өледі екен. Үшінші қызметі бар бізде секреторлық қызмет. Яғни секреттер бөледі. Осы жерде өте тоқталып кететін өте көп дүние бар. Ең бірінші осы асқазанда әртүрлі клеткалар орналасқан. Яғни бір асқазан бірнеше қабатты клеткалардан тұрады. Және олардан әртүрлі секреттер бөлінеді. Солардың бірі асқазанның негізгі клеткасынан, негізгі клеткасы деген бар, одан пепсин деген зат бөлінеді. Пепсин. Пока өстіп аттарын атап өтемін, қазір одан кейін арнайы осылар тоқталамыз. Екіншісі клеткасы бар, париетальный клетка дейді. Париетальный клетка, бұдан біз осы ашқылар бөлінеді, соляная кислота бөлінеді. Үшінші бір клеткасы бар, қосымша клеткалар дейді, добавочный клетки. Бұдан слиз бөлінеді, шырыш. Және осы слиздің құрамында внутренний фактор Кастла деген бар. Фактор Кастла. Бұны білеміз, бұл В12 витаминнің асқазан ішекті синдролын қамтамасыз етеді. Ал В12 витамин өзінен өзі қанның формалық элементтері түзілетін сүйек кемігінде осы формалық элементтердің түзілуіне өте көп атсалысады. Осы асқазан ішек жолдарына операция жасалған адамдарда, асқазан ішек жолдары дұрыс істемейтін адамдарда осы В12 синдролы бұзылады да.
одан коноформалы элементтерде составы өзгереді. Одан кейін G клетка. G клетка дейді. Одан бізде гастрин бөлінеді. Так, негізгі париетальды клетка, қосымша клетка және G клетка. Әрқайсысына жеке-жеке тоқтала кетсек, пепсин бізде басында пепсиноген түрінде жаңағы неактивный формада болады пепсин. Яғни ең біріншінде бізде ол жаңағы негізгі клеткамызде пепсиноген түрінде белсенді емес форма болады, неактивный форма. Ол осы ашқылордың әсерінен пепсинге айналады. Пепсин бізде белок өнімдерінің, белоктың, ақуыздың гидролизіне, яғни ақуыздың ұсақ молекулалы амин қышқылдарының ыдырауын қамтамасыз етеді. Белок гидролизіне жауап береді. Пепсиноген. Келесі, бұл жаңағы пепсиноген негізгі клеткадан бөлінді. Екіншісі, париетальды клеткадан бізде ашқылор бөлінеді. Бұл бірнеше қызметтері бар. Қызметтері бірінші бактерицид әсер, жаңағы басында кеткен бактерицид әсер. Екіншісі, жаңағы пепсиногеннің пепсинге айналуын қамтамасыз етеді. Жазып қойайын. Асқазан ішек құрылымдарында өте тығыз бір-бірімен байланысты, жаңағы әрқайсысы бір-бірін стимулдайды. Бұлар жаңағы 12 ішектің ферменттерінің бөлінуін ынталандырады. 12 ішектің ферменттер асқазан ферменттерінің бөлінуін ынталандырады. Өзі бір-бірімен байланысты өте қызық. Үшінші қызметі белоктың денатурациясы дейді. Ол түсінікті, иә? Былайша қарасақ, көмір су ауыз қуысынан ыдыра бастаса, уж белок асқазанда ыдыра бастайды екен. Төртінші бір қызметі 12 ішектегі 12 елі ішекте бізде S клетка деген бар. Соны ынталандырады. Ал ол бізде өз алдына секретин бөледі. Яғни бұл гормон. Бұның қызметін қазір айтамыз алдыда. Главное қазір жаттап отырсақ. Осындай қызметтері бар. Ал осы ашқылордың бөлінуін өзін ынталандыратын, олар тітіркендіретін, олар рецепторлар арқылы тітіркенеді. Яғни H2 гистамина рецепторлар, М-холина блок рецепторлар, ацетилхолин и гастрин. Гастринді рецепторлар осы ашқылордың бөлінуін қамтамасыз етеді. Оған қазір тоқталамыз. Құрметті көрермендер, мен ашқылордың бөлінуін арнайы тоқтала кетейін жөн көрдім, себебі өте қызық. Оны бір түсініп алса, ағай физиологияны оқығанда да, жаңағы фармакологияны оқығанда да өте бәрі түсінікті болады. Бірімен байланыстыруға өте ыңғайлы. Жазып қойын, ашқылор бөліну механизмі, иә? Ең бірінші, бұл жаңағы гистамин рецепторлары, ацетилхолин рецепторлары, М-холина рецепторларға тығыз байланысты дедік, иә? Ол дегеніміз не? Неврологияда оқығанды еске түсірсек, бізде жүйке жүйесі бар, иә? Жүйке жүйесі бізде екі бөлінеді, иә? Орталық, шеткі. Яғни жаңағы нервус вагус деген кезбе нерв осы каждый органдардың бүйтіп өтеді ғой, кезіп. Асқазан, ішек, бауыр, сол қалай, сол туралы қазір айтатын болам. Орталық және шеткі нерв жүйесі. Шеткі нерв жүйесі бізде бөлінеді. Соматика және вегетативті жүйе.
автономная. Вегетативті. Вегетативті өзі екіге бөлінеді. Симпатика, парасимпатика. Так, симпатика дегеніміз не? Қысқаша айта кетейін, сол салыстыру үшін. Симпатика ол былай түсіндіруге болады. Мысалға, ми, нерв түйіні десек болады. Нейрон. Мына жерде тағы бір нейрон, ганглий, яғни түзеді. Мына бізде симпатический нерв жүйесі. Мына бізде клетка, яғни тін, организм клеткасы. Ал мына жақта салыстырып салайын. Орталық жүйке жүйесі. Нейрон. Ганглий. Нейрон. Парасимпатика. Клетка. Ацетилхолин бөлінеді, медиатор. Не құрметті көрермендер, симпатика, парасимпатика айырмашылығы мынау. Екеуінен де орталық жүйке жүйесіне импульс тарайды. Нейрон, мына жері ганглий, яғни екі нервтің бір-бірімен қиылысқан жері. Бұларда медиаторлар айырмашылық бар. Симпатика жүйкесі негізі медиатор норадреналин. Яғни бұларды адреналин рецепторлар дейді. Осы нейрон менен клетканың біріне жалғасатын жері ол адреналин рецепторлар дейді. Альфа және бета адреналин рецепторлар. Бета адреналин рецепторлар болады. Ал парасимпатикада медиаторы ацетилхолин болады. Бұларда холин рецепторлар болады. N және M. Холин рецепторлар. Асқазандағы, именно бүгін тақырып асқазандағы ашқылардың бөлінуі осы парасимпатикалық жүйке жүйесіне байланысты. Соның ішінде себебі М холин рецепторларымыз бізде асқазанның шектердің клеткаларында орналасқан. Ал альфа-беталарымыз бізде симпатикалық жүйке жүйесінде рецепторлар. Альфамыз, альфа-1, альфа-2 рецепторлар өткен тақырыпта айтқан қан тамыр қабырғасында орналасқан. Бета рецепторларымыз бізде жүректе, бронхта орналасқан. Сондықтан да симпатикалық жүйке жүйесі қозған кезде давление көтерілуі, тахикардия, бронхоспазм болуы симпатикалық жүйке жүйесіне байланысты. Себебі мидан импульс тараған кезде жерде кальций каналдары ашылады да, кальций клеткаға еніп, нейрондар күшейтеді, норадреналин бөліндіріп, норадреналин осы рецепторға әсер етеді, клиника тудырады. Парасимпатика қозған кезде ацетилхолин бөлініп, мускаринді рецепторларға немесе никотинді рецепторға әсер етіп, өзінің тоже клиникасын тудырады. Бір екінші айырмашылығы парасимпатикада, тін дедік қой. Парасимпатикада осы ганглий именно осы органда орналасқан. Ал симпатикалықта ганглий органда емес, одан тыс орналасады да. Ал норадреналинді рецептор клетканың ішінде әсер етеді. Так, парасимпатикалық нерв жүйесіндегі холин рецепторларды жүктесек. Құрметті көрермендер, шатасып қалмаңыздар, біз қазір асқазанның секреторлы қызметіндегі осы ашқылардың бөлінуі қалай түзіледі, сол туралы айтылып жатыр. Яғни бұл үшінші қызмет туралы айтылып жатыр. Холин рецепторлар екіге бөлінеді дедік. Бірінші никотиновый дейді, никотинді. Оны екіге бөлінеді. Никотинді NM дейді, яғни бұл оның нерв окончаниясы бұл жерде орналасады. NM мускула. Бұл шығады. Екіншісі көрініп тұр ма? Екіншісі ол NM
Бұл нерв клеткасында орналасады, қозу нерв жүйесінде жүреді. Келесі мускариновый рецептор. Көрермендер, жаңағы адам организмі жүйке жүйесі және гуморальды жүйе арқылы басқарылады дегендігі түп негізі осы. Жүйке жүйесі дегеніміз арқылы басқарады дегеніміз міне осы жүйкелер болып бөлініп келіп, осы симпатика парасимпатикалардың ганглийлерінің рецепторларының түрлеріне байланысты организм басқарылады екен. Бұл жерде жаңағы осы импульстардың өтуіне қатысатын біздегі жаңағы натрий, калий, кальций каналдары, хлор иондары, калий иондары тікелей әсері бар. Мускариновый бұл төртке бөлінеді. М1 мускарин рецептор бұл жаңағы асқазанда қабырғасында орналасады. Қазір бұл туралы жеке түсіндіріп кетемін. М1 асқазанда, жазып қояйын. Асқазанда. Екіншісі М2 жүректе орналасады. Жаңағы асқазанда орналасқан рецептор М1 рецептор қозған кезде бізде гистамин бөлінеді. Бұл өз алдына ашқылар жоғарылап бөлінеді, көп бөлінеді. Бұл туралы қазір жеке түсіндіремін. Екіншісі М2 рецепторы жүректе орналасады. Бұл егер қозған кезде ЖСС төмендейді, АВ проводимость төмендейді, АВ узында синартериально, потом АВ узел бар ғой, и жүректің жиырылу жылдамдығы төмендейді екен. Үшінші рецептор жаңағы секреция бөлетін мүшелер, органдар орналасады. Мысалға, ішкі органдардың бірыңғай салы бұлшықеттерінде, ішкі органдарда секреция бөлетін органдар, оған жаңағы асқазан жатады, ішек, басқа кейбір қан тамырлардың эндотелиінде орналасады. Яғни егер осы рецептор қосқан кезде ішкі органдарында жаңағы секреция бөлетін мүшелерде асқазанда секреция көбейеді, сосудтары кеңейеді. Және М4, М5 деген түрлер бар. Бұл өте қатты маңызды емес. Так, құрметті көрермендер, енді міне жаңағы айтып кеткен М1, М3, М1 асқазанда дедім ғой. Ол қозған кезде гистамин бөлінеді, ашқылар көп бөлінеді. Ал жаңағы М3 ішкі органдарда орналасады дедім, ол тоже асқазанда орналасады. Сол туралы текелік айта кетсек. Бұл құрметті көрермендер тек асқазандағы жаңағы мускаринді рецепторлар туралы айтылады. Ал жалпы мускарин рецепторлар және никотин рецепторлар ол жеке үлкен тақырып. Ол кейінгі кезекте алдыңғы бөлімдерде түсіндіремін. Ең бірінші түсінікті болу үшін осыны айта кету жөн көрдім. Яғни асқазан суретін салайын. Асқазан, иә. Так, мысалы асқазанның осы бір жерін, осы бір бөлігін біз үлкейтіп қарадық деп есептейік. Мына жері, яғни үлкен. Ол осындай клеткалар екен. Клеткалар. Жаңағы ашқылар бөлінетін клетка бұл, жаңағы париеталды клетка деген, ол париеталды клетка. Мына жерде бізде париеталды клеткада H2 гистамин рецептор, H2 рецептор бар. Мына жерде жаңағы ішкі органдарда, шырыш бөлетін ішкі органдарда, секрет бөлетін ішкі органдарда орналасатын рецептор, М3 рецептор. Клетканың ішінде бізде 10 зарядты асқазан эпителиінде водород, сутек жүреді екен. Хлор сыртында жүреді. Бұл жаңағы анион, бұл ешқандай жаңағы плюс зарядтыға қарамайды, бұл емін-еркін сырттан ішке, іштен сыртқа шыға жүре береді. Бізге керегі осы
сутегінің мен аш хлорын қосылып, сутегі мен хлорын қосылып аш хлорын пайда болуын түсіндіру ғой. Осы парасимпиялық жүйке жүйесі арқылы ацетилхолин медиатор етіп әсер етуінің екі жолы бар. Ацетилхолин медиатор. Бұл парасимпиялық жүйке жүйесі медиаторы. Мына жерге жазып қойыншы, нервус вагус деп қойыншы. Нервус вагус. Кесіби нерв. Бұл медиатор. Екі жолы бар. Прямой путь деген тура жол. Не прямой, тура емес. Тура жолында бұл ацетилхолин тікелей М3 холина рецепторға әсер етіп, асқазанның ішкі қабатында орналасқан протондық помпа каналдарын ашып, сутегінің, яғни водородтың осы помпа арқылы өтуін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде сутегі водород асқазан ішіне көбейіп, хлор ионы өтіп, екеуі қосылады да аш хлор көтеріледі екен. Кейде асқазан қатты ауырып кеткен кезде дәрігерлер жаңағы протондық помпа ингибиторына жетеді. Протондық помпа дегеніміз осы, ол есік, бұл канал. Бұл көп мына жерде. Бәр жерде протондық помпа. Осыларды блоктап тастау арқылы жаңағы амепразол, пантопразол, ноль база дейді. Осы сутегінің асқазан ішіне клеткасына өтіп, хлормен қосылып аш хлордың алдын алады үшін. Бұл тікелей жолы. Тура емес жолы. Ол жаңағы асқазан клеткасындағы М1 рецепторын әсер етіп, М1 холина рецептор арқылы. Ол өз алдына жаңағы гистаминді рецепторға тітіркендіреді. Гистаминді көп бөледі. Гистамин тікелей гистамин асқазанның клеткасында орналасқан, париетал клеткасында орналасқан гистамина H2 гистамина рецепторлары тітіркендіру арқылы сутегінің осы асқазанның ішкі қабатына өтіп, хлормен қосылып, аш хлордың пайда болуын тікелей әсер етеді екен. Сонымен қысқаша айтқанда, париетал клеткада протондық помпа каналдары және H2, M3, M1 клетка холина рецепторлары орналасқан. Ацетилхолин екі жолы бар. Тура емес жол. Тура жолы М3 әсер етеді, тура жолы М1 рецепторға, оларға гистамин жоғарылауына, гистамин өз алдына сутегінің мөлшерін жоғарылатып, аш хлордың пайда болуына алып келеді екен. Медицинада кислотность азайту үшін H2 гистамина блокаторлар дейді, фамотидин, ранитидин, именно осы рецепторды блоктау арқылы кислотность төмендетеді. Бұл бірақ өте привыкание тудыратын препарат, сондықтан қазіргі кезде көбінесе протондық помпа ингибиторын қолданады екен. Мына жерлерде өте көп реакциялар жатыр. Оны алдағы тақырыпта түсіндіретін боламын. Сонда да бұл жерде аденолациклаз система және инсалтол трифосфатты система жатыр. Солардың әсер етуінде. Олар өз алдына клеткаға кальцийдің енуін күшейтеді. Ал кальций енген жерде, кальций клеткаға кірген жерде ол қай органға байланысты? Асқазан ішекті именно кальций егер клеткаға кірген кезде секреция бөлінуін, сутектің көбеюін, мысалы қан тамырлы сосудтардың қабырғасында кальций клеткаға енген кезде сосудтардың жиырылуын, жүрек бұлшықетінде мысалға жүректің тахикардия шақыруын, жүрек жиырылуын, қозуын, нерв жүйесінде де мысалы нервтің жүйеуін, бұлшықет жүйесінде де кальций клеткаға енген кезде бұлшықеттің жиырылуын, миозин актиннің жұмысын белсендіретін микроэлемент. Кальций, калий, натриевый, калиевый канал. Ол алдағы тақырыпта сіздерге түсіндіретін боламын. Сонымен көрермендер, үшінші қызметін айттық. Аш хлордың бөлінуі секретор қызметі. Қарап отырсаңыздар өте күрделі және өте қызықты болып табылады. Және де осы аш хлор асқазанның әр бөлігінде әртүрлі екен. Мысалы асқазанның фундаль бөлігінде жоғары жағында 1-2 кеттен, яғни бұл өте кесіл есетеді. Ал 12 жақына бергенде pH-ымыз бізде 5-6-ға тең болады екен.
Ал ашқылардың тәуліктік мөлшері 2 литрге дейін бөлінеді екен. Ойлап қарасаңыздар, адам табиғи қалай жаратылған? Үн үштен ас түскен кезде бірден кесіле ортаға түсіп, бірден микробтар өледі. Ары қарай 12-шілікке жақындай берген кезде осы орта нейтральды ортаға айнала бастайды. Көрдіңіз бе? Әйтпесе бұл жақта кислый болса, бұл кислотный 12-шілікке өтіп күйдіретін еді. Ал бізде 12-шілік, бізде pH вообще 7-8. Бұл жақта себебі ұйқы көзінен бөлетін бикарбонаттар бар. Бұл жақ өте нейтральды орта болып табылады. Және де бізде мына жерде рецепторлар бар, механорецепторлар дейді. Осы жаққа тамақ келген кезде тіркентіретте ол афферент жол арқылы миға барып, мидан қайдан эфферент жол арқылы осы клапан келеді, бұл клапандар ашылады. Ал мына жақта бізде тағы да механорецепторлар бар. Бұл жерде тітіркенген кезде қайтадан жаңағы миға барып, мидан клапан келіп, бұл клапан жабылады. Сондықтан тамақтың жаңағы порциямен өтуі осыған байланысты екен, рецепторға байланысты екен. Механорецепторлар, хеморецепторлар. Так, бұл бізде үшінші секреторлы функциясы болды, келесі бізде төртіншісі бізде так, қосымша клеткадан слиз бөлінеді дедік қой. Слиз, шырыш. Ол түсінікті, асқазанның қорғаныш қызметін атқарады. Яғни ашқылардың өз-өзінің клеткасын күйдірмеуін қамтамасыз етеді. Асқазан клеткасында ол 1-2 миллиметрдей қалыңдықта болады екен. Оның ішінде көптеген гликопротеиндер, протегликандар негізгі құрамын құрайды. Ал бірақ көптеген факторлар осы слиздің осы барьерді бұзады екен. Бұл барьер ғой, яғни барьерді бұзатын бірінші факторлар бар. Ол жаңағы бірінші ашқылар көп бөлінсе, ашқылардың көп бөлінуі бірнеше себептер бар. Оның бірі жаңағы түсіндіріп кеткен нерв жүйесіне байланысты. Оның алдында айтып кеткендей, адам ашуланып тұрған кезде, болмаса настроениесі болмаған кезде тамақ жеген, ол өзіне уып әсер етеді дедім, иә? Ол осы нервус вагусқа байланысты дедім. Себебі нервус вагус бізде асқазанды да, бауырды да, өңешті де, бүкіл ішектерді де, бүкіл жерді кезіп жүретін нерв. Оның жаңағы асқазанға да осы ашқылардың бөлінуін әсер етеді екен. Яғни көп бөлініп кетуі мүмкін. Немесе аз бөлінуі мүмкін. Екіншісі ол тікелей алкоголь. Бұл түсінікті, иә. Үшіншісі хеликобактер күшейіп кетсе. Хеликобактер пилори бізде шартты патогенді бактерия десе де болады. Бұл адамда болады. Көктайғақ сияқты, көптеген бактериялар сияқты. Тек бір өзіне қолайлы орта пайда болған кезде, немесе жаңағы иммунитет түскен кезде бұл белсене түседі екен. Бұл өте қызық тақырып, оның қалай әсер ету механизмі өте қызықты. Төртіншісі, осы асқазанның эндотелийінде микроциркуляция бұзылған кезде. Бесіншісі, медикаменттер. Мысалға, МПВС-тар. Оны алдында тақырыпта сізге түсіндірдім, естеріңізде болса МПВС. МПВС-тар ЦОК1 циклоксигеназаны тежейді, ферменттер. Циклоксигеназа бізде ол простагландиндердің бөлінуін қамтамасыз етеді. Простагландиндер асқазанда именно осы барьерлік қызмет атқарады. Егер біз МПВС ішкен кезде ол ЦОК-ты тежеп тастағандықтан простагландиндер бөлінбейді, асқазанда ашқылар көп бөлініп кетеді. Жаңағы барьерлік қызметі нашарлайды. Сондықтан асқазанға тікелей әсер етіп, эрозия шақыруы мүмкін. Осы шырыштың негізгі стимуляторы ол екі гормон, секретин және холецистекинин. Стимуляторы холецистекинин. Гормон. Бұл гормон болып табылады. Қызметі ол моторлық қызмет, моторная функция. Бұл кезде ішек сияқты жұмыс істейді ғой. Яғни асқазан бұлшықтары тоникалық сокращение болып, жиырылып, химустың, тағамның
өнекелшікке қарай өтуін қамтамасыз етеді. Ол тек тамақ түскен кезде, ал тамақ түспеген кезде бос қалып та асқазан вертикальды қалыптасады екен, яғни созылыңқы. Оны біз рентген түсіргенде, например, брюшной полость рентген түсіргенде тоже байқаймыз одан. Келесі ол эндокринный функциясы. Бағана айтып кеткендей, асқазанда G клетка бар дедім, иә, G клетка. Одан гастрин бөледі. Ол негізінен осы 12 ішектің қабырғасында көп. Басында прогастрин түрінде болады, ашқылардың әсері арқасында гастринге айналады. Негізгі қызметі ұйқы безінің секрециясын жоғарлатады, және де осы париеталдық клетканың жұмысын жоғарлатады. Яғни көрдіңіз бе, бір-біріне әсер етеді. Басында гастриніміз бізде прогастрин болады екен, белсенді емес күйі. Оған ашқылар әсерінен ол гастринге айналады екен. Бірақ осы гастрин өзі ашқыларды белсендіреді екен. Және де 12 ішектегі секрециясын жоғарлатады екен. Одан кейін қызметі экскреторлық қызметі. Экскретор деген сыртқа шығару, иә? Ол қалай? Оған мынандай мысал бар. Егер адам бүйрегі, яғни ең негізгі орган, сыртқа шығаратын орган, фильтрация қызметін атқармаған жағдайда, осы тағамдардан қалған метаболиттер бар ғой, организмге улы, ол қанға тарап, асқазан ішек жолдарына шығады екен. Қайтадан қанға сіңіп, қайтадан асқазан ішек жолдарына шығып отырады екен. Және ол улы заттар шығатын жері іздейді. Сондықтан кейде бүйрек істемеген қалған адамдарға гемодиализ жоқ болса, осы асқазан ішек жолдарын шаю қолданады екен. Так, келесі ол 12 ішек. Яғни ауыз қуысынан айттық, өнештен өтуін айттық, асқазанға келіп түсуін айттық, ондағы асқазан қызметтерін айттық, қандай да гормондар, секреттер бөлінетінін айттық. Келесі тағамның химус дейінші, химус деп аталады ғой, асқазанда химус түрінде сақталады ғой, химустың 12 ішекке өтуі. Так, 12 ішеге бар. Ең бірінші химус, 12 ішекке бірінші химус порциямен түседі екен. Жәнегі асқазанның пилорикалық бөлімдегі механо рецепторлар мен хеморецепторларға айттым ғой, сол тітіркену арқылы клапандар ашылады дедім ғой. Және 12 ішектегі өтіп кеткен рецептор арқылы ол клапандар қайтадан жабылады. Міне, мына клапандар. Қайтадан суретін салсайыншы. Міне, бұл жерде клапан бар дедім, иә? Бұл жерде рецепторлар бар дедім. Осы рецепторлар тіркену арқылы порциямен өтеді. Екінші бір ерекшелік, бұл жерде pH бағана айттым 7-8-ге тең, яғни нейтралды. Ол неліктен? Себебі ұйқы безіндегі бикарбонаттардың бөлінуімен тікелей байланысты. Бикарбонат. Ал осы бикарбонаттар бөлетін не дедім? Ол асқазан G клеткасына бөлінетін гастрин гормоны. Осы асқазан ұйқы безіндегі бикарбонаттардың бөлінуін жоғарлатады. Сонда былай қарап тұрсаңыз, организм дайындалып жатыр уже. Асқазандағы тағамға 12 ішек дайындалып жатыр. Былай қарасаңыз, асқазан дайындап жатыр 12 ішекті. Табиғат қалай жаратқан. Үшіншісі, ұйқы безіне 12 ішекке бөлінетін, ұйқы безінен бөлінетін гормондар, ферменттер, то есть гормон, трипсиноген. Бұл 12 ішектегі энтерокиназа фермент арқылы энтерокиназа белсенді активті формасы трипсинге айналады. Трипсин белоктың ыдыратады. Белок асқазанда ыдырап келе жатыр, 12 ішекте тағы да ыдыратады. Тағы бір формасы хемотрипсин. Ол бірақ ең басында
хемотрипсиноген түрінде белсенді емес формада болады. Мұны белсендіретін трипсин. Сол арқылы хемотрипсинге айналады. Бұл да белокқа әсер етеді. Соның ішінде өсімдіктегі белоктарға ыдыратады. Келесі фермент ол прокарбоксипептидаза. Яғни өз көздеріңізге елестете беріңіздер. Асқазан 12 ішек анатомиясын, бұл қысқасы физиологияны айтып отырмыз ғой. Пропепсидаза А, Б түрлері бар. Бұның да белсендіретін трипсин екен. Бұл карбоксипептидазаға айналады. Пептидаза А және Б. Бұл да белокқа әсер етеді, белокты ыдыратады. Келесі проэластаза. Бұл белсенді емес түрі. Тоже трипсин әсерінен эластазға айналады. Бұл өз алдына эластин, коллаген деген дейтін жаңағы соединительный ткани, хрящ, шеміршек дейді ғой. Дәнекетінді ыдыратады. Эластин, коллаген. Келесі бір түрі фермент липаза. Бұл майды ыдыратады. Оны белсендіретін желчь. Келесі альфа-амилаза. Оны білесіздер, қант ыдыратады. Болды, осындай ферменттер бар. Келесі 12 ішекке. Бізде өт жолынан өт қышқыл бөлінеді. Келесі желчь, өт қышқылы. Бұның өзіне тән құрамы бар, состав. Біріншісі, бұның құрамында өт қышқылдары болады. Өттің құрамында өт қышқылы болады. Бұның құрамында өт пигменттері болады. Соның бірі алдыңғы айтып кеткен билирубин, биливердин өтке өзіне тән сарғыш жасыл түс береді. Бұның құрамында бикарбонаттар болады. Ұйқы безінде де өтте де бикарбонаттар болады екен. Бұның құрамында муцин болады. Бұның құрамында холестерин, май қышқылдары болады. Ал өт жолдар негізгі қызметі құрамында бикарбонаттар болады дедік қой. Сол арқылы тағаммен бірге келген ашқыларды нейтрализациялайды. Нейтрализация ашқылар. Келесі қызметі пепсиннің асқазанда бөлінетін. Пепсин мөлшерін төмендетеді. Эмульгация дедік, эмульгирование. Майларды ұсақ молекулалық бөлшектерге ыдыратып, одан ары қарай ұйқы безіндегі липаза фермент арқылы май глицерин мен май қышқылдарын ыдырайды. Көптеген витаминдердің майда еритін витаминдер, А витамин, Д, Е витамин, К витамин, осылардың синдролын қамтамасыз етеді. Моторлық қызметін белсендіреді. Яғни қарап тұрсаңыз, асқазан ұйқы безін белсендірсе, уже өт ішектің жұмысын белсендіре бастайды. Бір-біріне дайындай бастайды. Және де бұл өз алды бір улы зат, тоже бактериостатикалық қасиеті бар. Негізгі қызметтері осы. Осы өт қышқылдарының бөлінуі ол тікелей жаңағы біріншісі мысалы тағам химус асқазандағы пилорик бөліміндегі жаңағы механорецептор тітіркендірген кезде өзі желчь бөлінуге дайындала бастайды екен. Яғни эфферент жол арқылы нервус вагустың қозуы арқылы паразитикалық нерв жүйесі желчь активтеле бастайды. Бөлінуге дайындала бастайды. Әсіресе майлы тамақ жеген кезде ол екі есе ынталандырады екен. Және
көптөгөн гуморалдык факторлор менен, жана секретин, уйку безинен бөлүнүп, гастрин аркылуу тоже активделе баштайт экен. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырып осымен тәмам. Келесі шек жолдары және кешек және тоқ ішектегі физиологияны келесі бөлімнен түсіндіретін боламын.